Бәріңізге сәлем. Бүгін біз пельмен жасайтын боламыз. Жалпы пельмен жасауды бәріміз білеміз ғой. Мен бұны бүгінгі жасаған тамағым пельмен болғаннан кейін видео түсіріп, өзімнің жалпы осы видеоны пайдалана отырып, өзімнің блогым жайында, жалпы менің YouTube каналым қандай тақырыпта екенін айтып өтсем. Менің YouTube каналым жалпы тек қана рецепттерді ғана үйретпейді, менің өмірімде не болып жатыр, соның бәрімен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан арнама жазылып қойыңыздар. Жалпы мен кіммін және де блогты қандай тақырыпта жүргіземін, сол туралы айтып өтсем. Мен жалпы тұрмыстағы келіншекпін. Есімім Динара, 2 баланың анасымын. 5 жыл болды тұрмыстамын. Қазіргі таңда енді үйде декретте болғаннан кейін өзімнің бір ісімді бастау үшін осы YouTube каналымды ашып, ары қарай 2023-те бастағам, жалпы бірақ тоқтап қалған. Соны қайтадан қолға алдым. Қолға алу себебім, мен жалпы видеоны жақсы түсіремін. Неге соны өзіме пайдаланбасқа деген оймен қайтадан YouTube каналымды жүргізуді бастадым. Жалпы мен бұл ойға қалай келдім, YouTube канал ашудағы себебімді айта өтсем, личный бренд бәрімізге де енді бұл маңызды тақырыптардың бірі ғой. Личный бренд қалыптастыру арқылы біз услугамызды сата аламыз, болмаса товар болса товарымызды сата аламыз. Яғни адамдардың сізге деген сенімділігі болады, олар сізді таниды. Сол себепті сіздің жаңағы қандай сатқан затыңыз болсын өтімді болады. Сол себепті мен бұл нәрсені, яғни ертең алдағы уақытта өкініп қалмас үшін қазірден бастап жатырмын. Мен сияқты ойланып жүрген қыздар болатын болса, менің видеом сізге жайдан жай түспеді деп ойлаймын. Менің видеомды көре отырып, сізде бастап кетіңіз. Ертең, ары күні, келесі жылы болмаса жаңа үй алғанда деп уақытыңызды босқа өткізіп алмаңыз. Қазіргі таңда бұрынғыдай жылтырақ дүниелер емес, шынайы өмір, адамдарға қызықты, қалай бар, солай бастай беріңіз. Сізде мен сияқты мүмкін үйде отырған ана болсаңыз, күнделікті жасап жатқан тамағыңыз болсын, сала беріңіз. Ең бастысы адамдарға сіздің ойыңыз, сіздің құндылығыңыз, сіздің беретін жаңағы оған деген ақыл кеңестеріңіз. Яғни бастамас бұрын өзіңізге сұрақ қойыңыз: мен адамдарға қалай пайдалы бола алам? Менің берер қандай кеңестерім бар? Мүмкін емес бір адамда ешқандай кеңес, ақыл, ой, ешқандай айтатын дүниесі, болмаса қызығушылық танытатын дүниелер жоқ деген ол мүмкін емес нәрсе. Мүмкін сіз білетін нәрсені мен шынымен де маған қажетті дүние болуы мүмкін. Тым болмаса күнделікті өміріңізді сала беріңіз, үй жинағаныңызды болсын, тамақ істегеніңізді болсын, мен сияқты. Енді мен өзімді көрсете алмағандықтан осылай өзімнің істеген тамақтарымды жасап көрсетіп жатырмын. Осылай сіздерге бір кішкене бір кеңес болсын. Жалпы сол менің форматым тек қана тамақ істеу емес, тамақпен бірге өзімнің ойларыммен бөлісіп отыратын боламын. Ал тамаққа оралайық. Тамақ мен пельмен жасап жатырмын. Пельменге жалпы сүтке елесеңіздер әдемі болады. Қатты қылып елесеңіздер және жұмыртқа қоссаңыздар, сіздердің қамырларыңыз езілмей әдемі болып түсетін болады. Жаңадан келін болып түскен кезде осы пельменнің қамырын жұмсақ қылып елеп қоя беретін. Содан енемнің үйретуі бойынша тұзын көбірек салсаң және ұнын көбірек қоссаң, тығыз әрі жаңағы қамырың қатты болып шығады екен.